Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгін мен ауызашарға осындай суши роли дайындадым. Үйде сушиді ұнатпайтын адамдар үшін етпен қазақша түрінде дайындадым. Және де арнайы сушиға арналған құрал жабдығы болмаса да үй жағдайында үйдегі бар нәрселермен қалай дайындау керектігін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін үзбей қараңыздар және де лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Ал кеттік, бисмилля. Ол үшін ең алдымен сушиді орайтын құралды дайындап аламыз. Сізде болса жақсы ғой, болмаса осындай қылып қолдан жасасаңыз да болады. Одноразовый пакеттің ішіне баламның бітіп қалған сурет дәптерінің сыртын салып, скотчпен тегістеп жабыстырып дайындап алдым. Және де сушиға керекті тағам түрлерін астына описаниеге жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен күрішті пісіріп және оны суытып қоятын боламыз. Одан кейін бір қиярды 8 бөлшекке бөлеміз. Көріп тұрғаныңыздай ұзынша, жарты қиярды 4-ке, яғни бір қиярды 8-ге бөлдім. Және де оның жіңішкелеп тұрып, толықтай қиып жібермеңіз, жіңішкелеп тұрып осылай жұмсақ жерін алып тастайтын боламыз. Одан кейін менде краб палочкасы бар. Егер сізде балық болса да болады ортасына қосуға. Краб палочкасын әрбір данасын ортасынан 2-ке бөлдім. Енді жаңағы орағышымыздың үстіне нори жапырақшасын төсейтін боламыз. Норийдің жылтырақ жағы сыртына қарап тұру керек. Яғни жылтырақ жағын астына қаратып, гідір-бідір жағын үстіне қаратып, осылай төсеп аламыз. Сосын норийдің үстіне ақ күрішімізді салып, күріш жабыспас үшін қолымызды сулап аламыз да. Норийдің бергі шеті ашық тұру керек. Жартысынан көбірек, яғни 60%-на күріш төсейтін боламыз. Күріш бір тегіс төселгеннен кейін қиярды, краб таяқшаларын және де творожный сырды осылай бір тегіс төсеп шығамыз. Сосын енді норийімізді ораймыз. Ортасындағы қиярларымыз түсіп кетпеу керек шетіне қарай. Бірден осылай орап жібереміз. Және де бергі жағында шығып тұрған норийді міндетті түрде сулап жібереміз. Қазір жабысуына жақсы болады. Сулағасын бірден ашып орап жіберу керек, өйткені суға жиырылып қалады. Көп күттірсеңіз. Неге көріп тұрғаныңыздай толықтай оралғасын қайтадан қағазыма орап, тегістеп сығып алып жатырмын сыртынан. Неке енді дайын болды. Екі шетін міндетті түрде кесіп тастаймыз. Осылайша келесі түрлеріне жіңішкелеп осылай піскен етті турап дайындап алып жатырмын. Дәл жаңағыдай ретпен бірінші күрішімізді төсеп аламыз. Одан кейін қияр және ет. Бұған творожный сырды қоспаймын, өйткені творожный сырдың дәмін ұнатпайды. Осылайша дайын болған ролиді панировочный сухаримен майға қуырып алатын боламыз. Ол үшін бірінші сыртын осылай ұнға былғап шығамыз орап. Одан кейін жұмыртқаға былғаймыз. Жұмыртқадан панировочный сухариға аунатып, қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Біздің ролиларымыз барлығы дайын тұр. Олар суу керек, мен майға қуырылғасын. Енді біз оған соусын дайындаймыз. Ыссы суға 1,5 қасық секер салып ертіп алдым бірінші. Одан кейін үстіне соевый соус қосамыз. Осылайша біздің соусқа арналған ыдысқа құйып жайғастырамыз. Ал неке, осылайша біздің үй жағдайында өте қарапайым жолмен, ең қарапайым суши роллар дайын. Әдемілеп балық қосып, түрлі-түрлі қылып жасасаңыз да болады. Егер сіз де мен сияқты сушиді қатты ұнататын болсаңыз, үй жағдайында қаражатыңызды үнемдеп жасап көріңіздер. Өте тойымды, керемет шығады. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.